Еркіндік. Ақыры жолықтым ау өзіңмен. Брат, қоғамдық жерде түкіруге болмайды. Штраф 10 МРП. 39.320 теңге. Неменеш, түкіргенің штраф па? Боқтауға да болмайды. Штраф 69.000 теңге. О, шешең гәп. Жақын еркіндікке шықтым ба деп ойлағам ба негіз? Екі жақта жетісіп тұрған жоқ ау? Бопты, тыныш жүр. Жақсы жақын, амандықта жолыққанша. Бұл жерде жолықпай қойық. Құдай сақтасын. Кешір, бол, түкірмеймін. Жақсы. Жақсы. Ё-моё. Сообщениеге толып қапты ғой. Жақсылап единсе салып алу керек болды ғой. Ассаламу алейкум, братан, с волей. Алейкум ассалам. Шығуыңмен, братан. Елжас, бөле сен ба? Бөле, танымадың ба? Шығуыңмен, бөле. Рахмет, от души. Негізі, осы айдың 28-іне шығуым керек болатын. За хорошее поведение. Бүгін шығарып жерді ғой. Бүгін қаншасы сонда? 26-сы ғой. Әр түбіңді 2 күнге бағалапты да, бөле. Әдем, молодец. Өзіңдікі ма? Өзімдікі. Бөле. Кішігірім бизнес. Бір жер тез шығатын білгем. Кеттік онда, бөле. Қайда барамыз? Енді түрменің алдында сөйлесіп тұра бермейтін жерміз, 30 машина. В общем, братан, ана Россиядан товар келесі апта келетін болды ғой. Пашамен сөйлескем. Біраз сөйлестік. Әңгімесі келесі апта деп тұр ғой. Ой, біләш! Неге постоянно осылар істеді? Келесі апта. Егер олардың ақшаларын кешіктіріп берсек, жандан шығып кетеді олардың. Енді басқа амал жоқ. Барынша айттым түсіндіріп. Қалай амал жоқ? Амал табу керек. Амал бар. Оданша басқа партнер тапшы. Басқа? Басқа партнер тап. Жан жаққа шығып іздестірейін онда. Жан жаққа шықсай, басқасын тапшы. Хабар болса айтамын. Салам алейкум, братан. Өткенде айтып жүрген братишка осы. Уалейкум ассалам. Келдер бер жақындықтар. Если бы тебя было бы страшно, знаешь, бэйби, я не скрою, на тебя смотрит каждый, а ты улыбаешься, молчишь, никому ни слова, когда каждый мечтает. Мына әнді ауыстыр. Немене бәле? Біреу қинап айтқызып қойған ба? Қойсай, Қайрат Нұртас ауырмай жүректер. Ой, бөле, оларды қазір ешкім тыңдамайтын болған. Қазір адамдар осындай өлеңдерді тыңдап, осыларды хит қылып жатыр ғой. Шілей енді адамдар ВК шыққанға агентке кірмей қоймаған шығар. Конечно, кірмейді. Агент ВКонтакте қалып кеткен қазір. Инстаграм, ТикТок, стрим, батл деген қайнап жатыр ғой қазір. Короче, бәрін үйреніп кетесіз әлі. Бопты. Көре жатармыз. Магазинге тоқташы. Мынаған единсе салатын карта алайын. 500 единсе сап қоймайын ба? Бөле. Антиквариат қона, короче. Сатсам да маған бөле. Как раз керек еді маған. Не қылып жүрдің? Сенде көп шығар енді, басқа. Енді бізде мынандай айфондар енді бізде. Бір кнопкасы жоқ, бірақ бүкіл әлемді басқаруға болады. Енді сен бөле 15 жыл отырып шыққаннан кейін көп нәрседен білмейсің ғой, үйреніп кетесің. Бас аман болсын. Әкең ауай. Бензин жанды ғой, Бензин таусылды ғой. Бензин құю керек болды ғой. Құйып алайық. Атың кім? Тәуекел. Қош. Сенің атың риск қой. Тәуекел, ол риск. Жасың нешеде? Жасым 15-те.
Оқисың ба? Жоқ, 9 бітіргеннен кейін әлі оқуға түспедім. Ол дұрыс емес. Колледж, заочный болса да оқып алу керек. Диплом керек, бәрібір. Иә, оқимын ғой, братан. Ағаң жұмысты түсіндірді ма, біздің жұмысты? Иә, түсіндірді ғой. Біздің жұмыс таза риск. Соның бәріне дайынсың ба? Иә, дайынмын ғой. Егер соның бәріне дайын болсаң, бүгіннен бастап жұмысқа қабылдандың. Бүгінше демала бер. Көмек ағаң өзі саған связьға шығады, хабарласады. Жақсы, рахмет. Жақсы, шыға бер. Ал, көмек қалай өз бала? Нормально ма? Иә, братан, клубтағы достоин балдардың бірі ғой. Нормально болса болады енді. Саған сендім. Böyle neler alып алғанмын шынымен. Бірақ неше екен машинасы? Демеген очки. Маған өтеді ау очки. Өзімге болады ау таза. Жақсы екен негізі. Бөле. Судан аси. Бісміллә. Ал бөле. Судан іш бөле. Ey, canım, mene koy, mene. Canım, mene koy, mene. Oy. 15 жылда бүкіл әлем өзгерсе де, мына коланың дәмі өзгермепті. Бір кайп болып қалды кола ішіп. Ондайын білгенде бөле. 2 литрлігін әп келетін ғой. Или түрмеде ішпедіңдер ма, е? Жоқ, іштік. Шынын ма? Иә. Завтраққа жұмыртқа қуырып жеп аламыз. Обедке палау, кешке манты. Оның артынан жаңа стеклянный кола бар ғой, мұздай. Сондай кетеді. Ой, Бөлек қуасың ба? Мен санаториядан келіп отқан жоқпын ғой. Түрмеден шықтым ғой, түрме. Болды, айық менен бөле. Ұрыспай қояқ. Так, бетейік, қазір тамақ ішейік бір жерден бар. Сөйтейік те Қошқарадаға барайық бөле. Қалай болады екен ол жаққа? Бар ма? Кешке қарай бармаймыз ба? Жоқ, не бар кешке? Күндізде жүре береді ғой. Күндізде шығады ғой бар. Қош, Е? күндіз шыға беретін болған ба? Не шыға беретін болған ба? Аналарды? Кімдер? Енді андай қыздар. Ой, бөле. Ол жақтың бәрін қазір тазалап, сыңғық болған, тек қана адамдар қыдырып шомылатын жер болған. Ондай сен іздегендердің бәрін неқта бөле. Керек па? Кешке неғып берейін? Жоқ, керек емес. Бөле, кешке. Қойшон. Кеттік, айдаш. Тамақ ішейік. Тамақ ішеміз ба? Болды онда, тамақ ішейік онда. Бөле осы жерді алып істетіп отын, бәрі кабинка, мына жақтың бәрі тапчандар. Ұйықтап отыр ма? Не отын? Ой! Не жатсы, жұмыс істесеңдерші. Елге кешірші көзім іліп кетіпті, ерей. Бар шай-пай дайындашы мына жерге бізге. Ке бөле шай ішейік. Өстіп бір өзімді бір бастық сезініп бір ұрыс қоятын бар да, клиентте жоқ бүгін негізі. Базар жоқ. Кафе ашып айқайың жақсы. Ресторан ашсаң микрофонмен ұрысатын шығарсың. Ой, бөле, әңгімен қадырасын оу. Ұрысып тұру керек та бұларға да айқайлап. Болмайды ғой өйтпесектен. Не план енді басқа, өзіңде бөле? Білмеймін енді, пока что жұмыс қарап көру керек. Жұмыс? Жұмыс бар ғой бөле осы жерде. Не жұмыс? Официант? Официант? Қой, Басқа жұмыс көрейін. бөле,
мына данныймен жұмысқа алмайды да ғой, өзің де біліп тұрсың бөле. Істей берсе осы жерде пока. Телефоныңды берші, бір звондайын. Басқа жұмысқа сразу кетіп баратсың міне бөле. Бір звондайшы. Мынан кнопкалар қайда? Бұл iPhone ғой, мұның кнопкасы жоқ, әкет серіп тұрмын. Номер айт. 3-7. Телефоным шылтығы бар ғой. Алло. Айуан қалай жағдай? Смысл айуан? Кімсің сен? Біреуін келмедіңдер ғой күтіп алуға. Не айттысың сен? Кімсің? Мен Қуатжан, таныдың ба? Ишак. Қуатжан. Қайсы Қуатжан? Налогида Қуатжан ба? Мен түрмедегі Қуатжан. Шықтым бүгін. Ебать, сен тірі шықтың ба не? Жастық шақ өткен жерім-ай. Жүре беретін мына жерде. Далбасалап, кім тұрарымызды білмей. Қазіргі жастарға рахат. Өздерінің удар ұратын аппараты бар, сон ұрады ғой. Қасында бір-екі әдемі қыздар болса, тебедан аппаратты. Ишак, неге бірде-бір іздеп келмедіңдер? Біраз қол босамады ғой. 15 жыл қол босамады ма? Енді ары-бері движение қол босамады, брат. Одан кейін кән сендердің ойбай мойныңа ала сал, ертең ақша жинап, бірдеңе шығарып аламыз дегендерің кән? Мен Қуатжан, ақша жинауын жинап, енді саған қарай жинап барайын деп отқан кезде, өзің босап шығып кеткенсің ғой? 15 жыл жинайтын қандай ақша ол? Ипотека емес па? Или капелькаға жинадыңдар ма? Досым, ренжіп не қыламыз, главный 15 жылдан кейін келдің, аман есен. Бүгін жақсы бір көңіл көтерейікші, 15 жылдан кейін бір-біріміз көріп тұрмыз ғой. Кафе бар ма, сауна бар ма, сояқ барып қояйық та бұл. Жүрші, досым, жүрші. Бірден жоқ бірақ Ой, тиын, не аласың? Мен зайба білетін ақыл. Ой, өзім. 15 жыл отырып. Ох, керемет удар болды. Қуатжан, ана бөлмеге кіріп шықшы. Жай ма? Бөлмеге кіріп шықшы. Барсай енді. Барсай, шапсай, арғы. Кел, екеуміз ойнайықшы. Не бар екен ол бөлмеде? Жігіт осылай ойын ойнап жата бересің ба? Асықпаш, қарындасым. 15 жыл бойы осы ойын ойнауға асығып шықтың. Рекорд жаңартуға сәл қалдың. Күте тұршы. Давай онда. Айтпақшы, Жәмила қайда? Хабарларың жоқ па? Жәмила ма? Жәмилаға хабар жоқ болады. Сол сен түрмеге түскеннен кейін сол күйі хабарсыз кеттік қой. Мен бір естім, осы қалада тұрып отыр деп естім. Бірақ кіммен тұрып отыр, қай жерде тұрып отыр, о жағы белгісіз. Бірақ тұрмысқа шығып бала шағалы болып кеткен шығар,
Енді 15 жыл бойы сені күтіп жүрмейді ғой. Тұрмысқа шығып кетеді ғой. Иә. Армия емес қой 1 жыл күтетін. Еще армияның өзі 40 күн болып кеткен ғой, брат. Қой? 40 күн болып кетті ғой. 40 күн? Немене атыспаша ойнап келе ма? Еще балжан деп сөйлейді ғой бір-біріне олар деген. Әлде қандай қылып контактыларына үлкен шрифтпен жазып алыпшы. Жігіттер әңгімесімен жұмыс керек маған. Енді баяғыда до конца деп балалықпен біраз қылмыс жасадық. Екеуің үшін мен отырып шықтым. Жерде қалдырмайтын шығарсыңдар. По идее, жұмыс бар саған. Если что, ойлан, брат. Ей, өзім әрең құтылдым ғой түрмеден. Керек емес. Ләжі болса, сендер де қойыңдар бұл тірлікті. Бізде уже басқа вариант жоқ. Бопты, көресіңдер ғой. Жақсы сонда. Давай. Бөле, жатам. Жұмыс таптың ба? Официантқа неше беріп отырсыңдар күніне? Ой, өлмейсің ғой, бөле істей берсе бәрі істеп отыр ғой. Қазір кірсе берейін ба? Жоқ, қайтып отырық болды, жабылды. Қайтамыз кеттік. Лягушка зарядчик бар ма? Или тонкий ма? Сен зарядкың 3 күнге жететін еді ғой, не алдың бөле? Жоқ, өзі 2 палочкамен шыққам ғой. Жаңа оның үстіне жылан ойнап, біраз зарядкасын құрттым. Қойш, ертең табамыз. Машинаға бензин құяқшы, қайтайықшы бүгін. Бітті, жұмыс бітті, балдар жабады мына жерде. Абонент временно недоступен. Абонент временно недоступен. Пожалуйста. Қайда жүр мына бала? Балам, қайда жүрсің? Телефоным өшіп қалыпты. Сен не істейсің осы түнімен? Қайда жүресің? Уайымдама қойыңызшы, тірліктермен жүрмін. Жарайды. Тамақ ішесің ба, қарның аш па? Тамақ істеп қойдым саған. Жоқ, мам, ұйықтаймын, қарным тоқ. Рахмет. Добрый вечер. Біздің кафеге қош келдіңіз. Ебайн, шли ресторанский болып кетті ғой. Кел, брат, шайға сәбер, шайыңды әкеп берем. Или шифрдан көресің ба? Деп арасында прикол тығып қоясың ғой. Официант. Бәрекелді, басталды уж. Добрый вечер. Біздің кафеге қош келдіңіз. Вечер? Таң ғой қазір. Все, что пожалеете? Может, что желаете? И вообще-то неге орысша сөйлеп жатсыз, мен сізге әлі орысша ештеңе айтпадым ғой. Білмеймін, әдемі қыз көрсем, орысша сөйлеп кетем. Рахмет за комплимент. От душинан ғой. Не әкеп берейін, айта беріңіз. Так, маған латте, сосын курасан синдейкі бере салыңыз. Ебай. Ау? Болды. Латте, красан индейспен, Курасан синдейкі. Болды, красан индейспен. Бірашка, красан индейс деген не білеу? Сосын латте деген не? Латте? Ол итальян тілінен шыққан кофенің бір түрі. Дәлірек айтатын болсақ, сүтті кофе. Курасан ол Франциядан шыққан қамырдан жасалатын тіске басар. Әдетте арасына ірімшік, шоколад, ветчина, бадам сияқты қоспалар қосылады. Еш, не қылып жердің, інім? Шли қиын түсіндірдің деп ойламайсың ба? Короче, анау отқан қызға сой екеуін апарып берші. Менің атымнан дейсің ғой? Тезірек. О, что там, бөле?
үйреніп қалдың ба жұмысқа? ой смело. Иә. Дәл қазір анау отқан қызға өзімнің атымнан латте круассан индейспен атып жібердім. Мәз болып қалады. Қайт төлейсің енді оны? Қайт төлейсің? Қайт төлегенде осы жерден ақша алатын шығармыз? Ой, зарплатаң жетпейді де оған. Сонда не маған бүгін 1000 теңге берейін деп тұрсың ба? Ана қыздың ішіп жеген ары барса 680 теңге болатын шығар. Кім айтты 680 теңге деп? Латте мен круассан екеуі 4200 теңге тұрады. 10% бар. Еще қазір бірдеңе жеймін десе, ақшаң жетпейді де ғой, минусқа кеттің ғой. Ойбай, не қылып жердің? Бөле счетты айналдырып жердің ғой? Не істейміз енді, не істейміз? Аренда қымбат, закуп жасау керек, барлық нәрсе қымбат. Персоналдардың ақшасын үстінен ақша көрмесім, қайт күн көремін мен. Не айтпесім істемей-ақ қойын онда бұндай нәрсе. Қоды кезің ғой, көшейік. Істей берші тіліңді. Білесің ғой істейтінді? Да, братан. Байқа, адамдар көп жүрсе рисковать етпей-ақ қой. Все, Сосын фотоға түсіруді ұмытпа. түсіндім. Давай. Түсіріңгі фотоға? Иә. Кән көрсетші. Молодец, братишка. Қолыңнан келеді екен. Келесіде заказдарға менсіз шыға бересің, түсіндің ма? Болды. Кеттік. Жиырма минутта келіп қалам, 20 минутта. Не мынау? Тамақ? Тамақ екенін көріп тұрмын. Мен саған бұндай заказ берген жоқпын. Не бердің? Мен саған фетучино альфредо, фатача нан, апельсин сок, десертке тирамису дедім. Не мынаған палауда келіп тұрсың? Брат, сен айтқанның бәрін ұмытып қалдым мен. Осы палауды жейсаш. На ачучукпен ше зор кетеді негізі. Артынан көк шай ішіп жіберсең, вообще четкий болады, отвечаю. Бәрібір көндірейін деп тұрсың ба? Бастығын шақыршы бар. Тұр, бастығын шақыр. Бастық керек емес, екеуміз шеше салайық. Шақыр дедім мен саған. Ауылбай, Мамбет, сен сияқтыларды қайып жұмыс қылады ғой, түсінбеймін ше. Попроще, артық кетіп жатсың. Қалай кетем, өзім білем, неға кетем, түсіндің ба? Шақыр дедім бастығын бар, Мияу. Ауылбай білем. Осы жер екен. Не осы жер? Өзің тілеп алдың ғой жақын. Ең бар жабайы деп. Мен саған палау жей сал дедім. Сен первыйға таяқ жеп алдың босқа. Ассалаумағалейкум, бәке. Бәрі дұрыс па? Дұрыс па? Тиштік емес. Нас сүмелік мен ұрды. Ендігісім семен бұл. Сен... Жай. Бәке, айбет беңші, бәке. Осы ай отбасыңызбен келіп тегін тамақ жей беріңіз. Ренжімейікші, жаңадан келген жігітіміз еді. Не қып тегін тамақ жеді? Төлесін жұрт қатарлы. Болды. Бәке, өзім реттеймін. Жүрші бөле. Не істеп жатсың, бөлен? Істеп жатсың? Не ол? Осы жердің бастығы ғой, бәрін бүлдірдің ғой. Қайдан білемін. Бірақ өзше жабайы анау деп қатты кетті. Енді сәл тілін таппайсың ба? Официантсың ғой сен, қызметкерсің ғой. Не істеп жатсың енді өзің? Официант боламайды екен мен. Басқа жұмыс бересің ау, бөле. Не жұмыс беремін саған? Амантай біздің шеф-повар, бөле? Тай емес мынау. Жұмысқа кірген кезде тай болған сияқты, жылқы ғой мынау таза. Даже жылқы болғанда да қазір бордағы жылқы ғой. Қатты прикол шықсың ба не? Или мақта айтып қоясың ба әзіл? Бұл кеше ғана түрмеден шықты. Айта бер бауырым әзіл. Өзімді әзілдің адамы ғой, өз құмарлам прикол айтып ары бер тиіс жүргенге. Енді Амантай, Қуатжан сен қасыңда бірге жұмыс істейді, сен көмекшің болады, осы жерде бірге жұмыс істей беріңдер енді. Маған көмекші керек емес еді ғой, өзім ауыра беремін. Неге? Жоқ, жалпы керек маған көмекші. Жүре бердің қасымда, ары бер, барып кел, шауып кел. Қолынан тірлік келетін жігіт сияқты өз, жүре берсін. Точно керекпін ба? Иә, керексің жалпы. Бұл, неден бастайын? Көп қой тірлік.
Sana көзде парша болды ғой мынау. Амантай, Ау, мынадан басқа жұмыс бар ма? неге сол пияз ашып тастау керек еді да? Обязательно сол мантыға пияз қосу керек па? Басқа не істеуге болады, мысалға? Болмаса ана мұсыр төгіп келу керек еді да? А? Или өзім төге салайын ба? Жаңадан бері сондай жұмыс айтпайсың ба? Қай-қайдағы жоқ. Пияз ашы, қатындарский темаларды айтты маған. Қай жерге төгу керек ол мұсыр? Братан, спичка бар ма? Жоқ.